Сәлем достар, бүгін сіздермен бір жасағаннан шығатын өте керемет ерекше печенье рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге таза құрғақ ыдысымызға құрамы бойынша 2 жұмыртқамызды салып, оның үстіне алдын ала дайындалған қантымызды салып, венчигіміздің көмегімен әппақ масса болғанша араластырып аламыз. Одан кейін красителімізді салып, ерігенше венчигімізбен тағы да араластырып аламыз. Осы ретте қысқа толқынды пеште ерітіп алған сары майымызды құйып, араластырып аламыз да, оның үстіне ұнымызды, какаомызды және де разрыхлителімізді салып, жақсылап араластырып, қолға жабыспайтындай жұмсақ қамыр илеп аламыз. Достар, егер сіздерге менің каналым ұнаса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Міне, біздің қоймалжың сұйықтық қамырымыз дайын болды. Енді қамырымызды домалақтап, оны қант ұнтағына ауната отырып, алдын ала дайындалған формамызға қойып, қызып тұрған пеште жақсылап пісіріп аламыз. Менің каналым ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Міне, біздің өте керемет болып шыққан тәттілеріміз дайын. Назарларыңызға рахмет. Дәл осы рецепт түрімен жасап көріңіздер.